Автордан Ахмет ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновқа. Негізі барлығында айтып кеткен, парықсыздық алардай қайтып беттен. Сонда да біз ескертіп отырмасақ, ер қазақтан кетердей тайқып көктен. Естін ессіз, ессізді есті дейді, көзге қарап тыңдайды, естімейді. Көп жандардың оты жоқ роботтай, мүйізі бар сиырды ешкі дейді. Бұрындары айтқанды орындаған, солардың бере көрде жолын маған. Қазір де мен сондаймын дейтін болсаң, орнымнан тұрып барып қолыңды алам. Жаһанда болып жатыр өзгерістер, халықтың да сұрары өзгеріс бер. Өкінішті құндылық құнсызданды, қайшы келіп жатқандай сөзбен істер. Ел өзгерді, талғамда сағақтағы, кірбіңін жазу қиын қабақтағы. Жылқы көрсе сәйгүлік тұлпар емес, елестейді майлы ет табақтағы. Шаршасам да лебізім күпірдемдер, айтарым бар дегенге шүкір деңдер. Домбыраға ағаш деп айдар тақса, несі шүкір ұлтына түкіргендер. Ахмет жарқырайды көктеміне, күзде туып айналды көктеміне. Дәл бүгін бірақ сұрақ мазалайды, әруағы риза ма, өкпелі ме? Риза дейін десем күмәнім бар, көз салсам болашақпен өткеніңе. Өкпелі дегенге де аузым бармас, мың тәубе осы күнге жеткеніңе. Ұлт ұстазы даңғыл жол салып берді, көз жұмбады бурадай шөккеніңе. Алаштың көсемдері қарамады өз қанына өздері бөккеніне. Не де болса тек алға ұмтылайық, батпаққа батқанымыз жетпеді ме? Әйтпесе Ахметтей ұлы жандар бостан босқа ащы тер төккені ме? Ахмет жарқырайды көкте міне.